Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген ұлы Абай бабамыз. Бүгінгі сұхбатымызды Абай мектебіне еткен еңбегі мен берген тәлім тәрбиесі, үлгі өнегесі орасан зор ұстазымыз Дүйсеметова Сәулеш апайымызға арнамақпыз. Мен әрқашанда өзімнің ұстаз болғанымды мақтан тұтамын. Мен өз мамандығым менің мақтанышым. Мынау бала кезден қиял, адамдағы неше түрлі қиял сезім болады ғой. Сол балалық шағымнан өзім осы ұстаз болуды армандайтынмын. Мінекей енді бүгінгі таңда мен сол мақсатыма жеттім. Абай атамыз айтқандай, сен де кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дейді ғой. Мінекей сол кетікке тетік боп қаланып отырмын деп есептеймін. Осы Абай атындағы мектепті бітіріп, осы жерде ұстаздық жолымды бастап, міне күні бүгінге дейін ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу жүректің батырлығы дейді. Сонымен қатарына Ыбырай Алтынсарин атамыздың мынандай сөздерін өзім ұстаным ретінде өзімнің негізгі ұстанымым деп санаймын. Мысалы, адам оқушы тәрбиелеу барысында дейді, егер оқушы білмей қалса дейді, онда оқушыны кінәлама дейді. Ыбырай айтады, ол кінәні сен өз бойыңнан ізде дейді. Соған байланысты мен көп ізденіп, ұстазымның бірі әлі күнге дейін хабарласып тұрамыз. Бақилық болып кетті, орынбасар Үслеу ағай деген, олардың бізге берген тәрбиесі өте керемет, берген сабақтары әрі көз алдымызда, әрі жүрегімізде тұрады. Ұстаздық еткен жолында өзімнің бір ерекше айта кететін нәрсем, 91-ші жылғы сыныптарға 2-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін жетекші болдым. Сол кезде менің сол оқушыларымның бірі өздері шығарма жазған кезде Абас Еркебұлан кейін бір әңгімесінде екеуміз бір әңгімелескенде маған деп былай деп айтты: апай, білесіз ба, мен баяғыда шығарма жазған кезде әкім болам деуші едім ғой, мінекей әкім болдым, депутат болдым дейді. Ол да біздің жемісіміз. Одан кейін көптеген сыныптарды сынып жетекшілігі атқарып, барлықтарын ұямыздан ұшырып жаттық осы мектептен. Көптеген оқушыларымды әлі күнге дейін хабарласып, түрлі кездесулерге келіп тұрады сол шәкірттерім. Сол шәкірттерімді мақтан тұтамын. Қайырлы күн баршаңызға. Менің есімім Қажымқан Санжар. Мен осы арнауымды Сәулет әтеге арнаймын. Жақсы көрем әдебиет сабағын, қадағалап кіремін тәтейімнің бүгінгі қабағын. Мерекеңмен шын жүректен құттықтап, Сәулет әте бүгін бестік аламын. Гүлдей көңіл тілейінші құлпырған, шабытым келіп тұр ғой, өлең айтып антұрған. Жылы лебі шатты өмір тілейінші сіздерге, болсын тыныш мына заман біз тұрған.